Сәлем достар, бүгін біз борщ дайындайтын боламыз. Көріп отырғандарыңыздай, ішіндегі көкөністердің барлығы қып-қызыл болып кеткен, яғни бұл свекланың құдіреті. Свекланы дұрыс пайдаланудың. Бұның ішінде ет, сүйекке дейін қызарып кетеді, дұрыс пайдалансаңыздар. Осындай әдемі борщ дайындау үшін видеоны соңына дейін қарауға кеңес берем. Енді дәмін татып көрсеңіздер, өте ерекше. Осындай борщ дайындағыларыңыз келсе, видеоның соңына дейін қарауға кеңес берем. Дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер. Көріп отырғандарыңыздай таза су құйдым қазаныма. Етті алдын ала турап дайындап алдым. Көріп отырғандарыңыздай жақсылап жуып, осылай жаңағы мұздай таза суымызға саламыз. Мен тез піседі, турап салынған ет. Оны жақсы білесіздер. Көріп отырсаңыздар, мен май құйған жоқпын. Таза судың үстіне етті салып жатырмын. Көріп отырсаңыздар, етім майлы, орташа майлылығы. Сосын мен оның үстіне құйрық май қостым. Яғни барлығы табиғи өнім болады. Майы әдемі шығады. Міне осылай салып, барлығын астын қосып, бір қайнатып аламын. Қазаным қайнап жатқан кезде көкөністерімді турап дайындай берем. Негізі кей жағдайда картоп қоспай жасаймын. Бүгін 2 түйір картоп қосуды жөн көрдім. 5 литр борщқа бұл көп болмайды деген ойдамын. Сәбізді де турап дайындап қоямын. Бұны да сорпаға салам қазір картоппен бірге. Картопты жаңа ұзынша қылып турасам, морковты гүлдендіріп турап отырмын, көріп отырғандарыңыздай. Яғни ол да өзіндік бір сәнін беріп тұрады сорпаға. Ерінбей осылай турауға кеңес берем, сорпа қайнағанша. Ал жуаны қазір мен подливкасын бөлек дайындау үшін дайындап қойып жатырмын. Міне сорпа қайнады, көбігін алдық. Енді фасоль, бізде фасоль өте көп қайнайды, сондықтан ет бір қайнағаннан кейін фасолін салып жібереміз. Көріп отырғандарыңыздай лавр жапырағын салдым, ол да өзіндік дәмін береді. Майы шығып, әдемі қайнап жатыр. Енді ары қарай подливкаға салатын құралдарымды жалғастырамын. Тәтті борщты да подливкаға қосу үшін дайындап жатырмын. Бұны да ұзынша қылып тураймын. Көріп отырғандарыңыздай, май құймасам да еттің, құйрық майдың майы шығып, сорпам әдемі болды. Картоптың, морковын салып, енді подливка жасауға кірісем. Көріп отырғандарыңыздай, жуасын шығарып алып, үстіне свекломды теркіден өткізіп, осылай араластырамын. Бұл жерде 2 орташа свекла. Көріп отырғаныңыздай, осылай бұлғап бұқтырып қоям, су ештеңе құймаймын. Себебі жуаның, свекланың өзінің суы шығады. Баяу отта. Ары қарай капустамды тураймын. Көріп отырғандарыңыздай, капуста менде өте жұқа, свежий болғандықтан жұқа болады. Бұны көп қайнатуға кеңес бермес едім. Көп қайнатсаңыздар езіліп кетеді. Бір 2-3 минут қайнатып. Көріп отырғандарыңыздай, арасында осылай свекланы бұлғап қоямыз. Суы шықты. Енді тәтті борщымды салып, тағы бұлғап бұқтырып қоямын. Міне сорпа әп-әдемі болып қайнап жатыр. Енді уже етім пісті. Ет әбден піскеннен кейін 2-3 минутқа қайнатып алу үшін капустамды салып жатырмын. Бұл жерде нағыз дұрыс тамақтануға арналған борщ деп айтар едім. Себебі көріп отырғандарыңыздай, шөп-шөңге барлығы табиғи өнімдерден.
міне көріп отырғандарыңыздай свекла бізде уже суы тартылды. Суы тартылған уақытта томат қосамыз, бір ас қасық көлемінде. Осыны 1 минут, 2 минуттай, 1 минуттай осылай бұлғап араластырып аламыз да. Ары қарай уже суы тартылғандықтан қайнап жатқан сорпамыздан 1-2 ожау құямыз. Сосын 1 минутқа бұқтырып қоямыз, қақпағын жауып. Міне уже бізде дайын. Көп қайнатпаңыздар, свекланың түсі кетіп қалады. Енді дайын болғаннан кейін астын өшіріп, осындай уксус 1 шай қасық көлемінде немесе жарты ас қасық көлемінде, яғни 5 литр сорпа үшін жеткілікті. Уксус жақтырмасаңыздар, лимонның шырынын құюға кеңес беремін. Ол өзіндік бір қышқыл дәмін береді. Енді көріп отырғандарыңыздай капуста менде пісті. Поливкам да дайын болды. Осы салып астын өшірдім, екеуінің де. Салып жақсылап араластырып 10 минутқа қақпағын жауып бұқтырып қоямыз. 10 минуттан кейін дайын ұсынуларыңызға болады. Көріп отырғандарыңыздай осындай әп-әдемі, дәмді, өте дәмді борщ шықты. Дайындап көріңіздер, каналға жазылыңыздар, өз ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бұл борщтың дәмін көптеген адам татып көрді менен. Каналға жазылуға ұмытпаңыздар. Ас болсын.